Хейо, достым, қалай жағдай? Сенімен бірге мен Эдди родноймы и және де братец. Бүгін бізде техно-обзор рубрикасы. Уже өзің түсінгендей родной. Бүгін біз бәрімізге қажет затқа обзор жасайтын боламыз. Яғни шолу жасаймыз бірге родной. Ол зат мощный, сочный, дерзкий, как пуля, резкий, в общем. И ең бастысы инновационный начинкасымен. Что там, қалай сендерге? Мен үшін керемет әрі дәмді болып естіліп жатыр, родной. Тоқта, сен не жайлы айтып отырсың өзі деп сұрақпен мазаланып отқан жігіттерге мен былай деп жауап беремін. Бұл AMD Ryzen 6000 сериялы процессор базасындағы керемет мощный ойын ноутбугі. Қарсы аламыз Asus ROG Strix Scar жігіттер. Қазіргі заманғы ойын ноутбугі жұмыс тапсырмаларында қуатты жұмыс станцияларының кем түспейді дейді. Ал что там, бүгін бірге соны тексеретін боламыз. Мен сендердің қымбат уақыттарыңды распаковкаға жаратпай қояйын. Жай ғана ішінде не бар екенін, именно қораптың ішінде не бар екенін тезірек айтып өтейін. Өйткені бізде бұл ноутбукта талқыланатын затымыз бар, айтатын нәрсе көп, және де бұл начинкасы, самый сок, негіздердің негізі деп те айтуға болады, братуха. Что там, онда тез распаковканың ішінде жалпы негізі упаковкада комплекте не бар екенін тезірек айтып өтейін. Asus компанияның официальный, өзінің зарядкасы, екі этаптық, керек емес ешкімге макулатура, жалпы қораптың түрін көрсетейін ба сендерге. Сол баяғы стильдағы өзінің керемет қорабы қара. Және де ең маған қатты ұнаған зат, ол әрине же, опа деп аспаннан түсе салды. Ол именно Asus фирмасының керемет осындай өзінің комплектінде ноутбук сумкасы, родной. Әр компания, әр ноутбук бұны сендерге предлагать етмей, сол себепті бұл өте керемет зат және де айта кететін жағдай, родной. Все, так, распаковка ішіндегі бары осы, бәрін алып тастайық. Сырт келбеті жайлы айтып өтейік, әдемі, өте стильді жасалған керемет ноутбук. Крышкасынан бастайық. Бізде крышкасында мына жерде өзі Asus'тың керемет логотипі бар. Мына жерде керемет керамика стильді стилінген ROG деген жазуы бар екен. И мына жерде өзінің динамиктары бар. Мына жерде подсветкалар, индикаторлар бар екен. Сырты әдемі жасалған корпусы. Ашқан кезде, мінекей жігіттер, көретін болсаңдар, мына жерде клавиатура полноценный, яғни толық стационарлық ПК-дағы клавиатуралармен бірдей, екен нампады бөлек, әріптерді бөлек, и мына жерде игровой ноутбукты подчеркивать ететіндей қылып, мына жерде WASD кнопкалары прозрачный ақ стильда стилінген екен. Керемет подсветкасы бар екен. Ryzen 7 6000 сериялы процессорның логотипі және GeForce RTX-тің 3060-тың логотипі тұр, жігіттер. Экранға өтсек, мына жерде 360 Гц-тық экран тұр екен. Мына жерде бәрі жазылу өзінің плюстары. Так, ноутбуктың сыртына астық келбетіне өтетін болсақ, мына жерде керемет подсветкасы бар екен. Астында бізде ROG-тың өзінің керемет стильді жасыл цветтес орындалған өзінің логотипі бар екен. Қысқаша айтып өткенде осы, жігіттер, енді ішкі дүниесіне кірісеміз, жігіттер. Кеттік ал. Аппараттық платформаның негізі 8 ядролы 16 ағынды AMD Ryzen 7 6800H процессоры, 16 гигабайттық DDR5 жедел жады және Nvidia GeForce RTX 3060 дискретті графикалық картасы. Мұндай процессор күрделі есептеу тапсырмаларын, соның ішінде кескінді өңдеуді, үш өлшемді көрсетуді және ағындарды оңай шешуі керек. Ал графикалық карта заманауи ойындарда жоғары кадр жиілігін және шынайы суретті қамтамасыз ету керек. Ал біз бұны тексеретін боламыз әлі алда. Қазір біз ойындарды сынайтын боламыз. Бұл роликтің ең маңызды сәттерінің бірі. Неге дейтін болсаңыздар, екен бұл ноутбук өзін ойындар мен бағдарламаларда, стресстік жағдайларда өзін қалай ұстайды екен деген сұрақ бізді в первую очередь мазалайды. Сол себепті соны біз дәл қазір білу керекпіз, родной. Ал ойын тесттарына өтеміз, родной. Кетіп, поехали. Let's go. Так, жігіттер, бізде бірінші ойын тесті Spider-Man Miles Morales ROG Strix ноутбугында AMD базасында. Так, сразу ойнамастан бұрын мен настройкасынан көрсетіп жіберейін. Так, параметры, экран и графика, мінекей, эксклюзивный режим окна, бізде Full HD формат, соотношение сторона авто и частота обновления 360 Гц максимальный, яғни бізде жазылып тұр несінде мониторында 360 Гц, и біз мына жерде де оны қосып отырық. Яғни так, Nvidia Reflex бәрі қосылып тұр, бәрі DLSS бәрі қосылып, бәрі
full форматта жігіттер бізде Miles Morales ойыны. Қараңдаршы қалай завис етпейді, қатпайды. Смело 100 FPS плюс көрсетіп тұр жігіттер. Смело экранын көрмесеңдер, мінекей мына бетінде біздің FPS көрсетіліп тұр. FPS-тен байқасаңдар болады. Ешқандай зависание жоқ. Miles Morales деген бізде қазіргі таңдағы жаңа ойын. Осы ойынды бұл ноутбук оңайлықпен әшейін көтеріп жатыр. Не себепті деген сұрақпен мазаланатын болсаңдар, өйткені бұл жерде AMD Ryzen 7 6800H процессоры орнатылған. Қараңдаршы, өзінің керемет мощностьмен мынандай керемет FPS-ті көтеріп отыр. Мынандай жаңа ойынға деген, бұл деген действительно инновация жігіттер. Өздерің көріп отырсыңдаршы, қараш, қандай вообще лаг жоқ. Так, мен қазір заданиеға бара салайын. Так, сендерге бір-екі задание өтіп жібере аламын ба, өтіп жібере алмаймын ба, қазір көрейін. Так, опана секіреміз. Опана түнгі Нью-Йорк қандай әдемі дейтін болсаңдар, ол деген рас нәрсе. Так, бізде мына жерде айтпақшы тренировка. Келеміз, басамыз, F-ті басамыз. Так, не дейді маған? Ешқандай лаг жоқ, жігіттер действительно енді в натуре әдемі ойналады екен. Ешқандай өздері негізі качество картинки передавать етіп жатыр ғой негізі. Өздерің көріп отқандай 107, 108, 100 плюс FPS стабильно жігіттер Miles Morales ойында. Бұл тек қана Miles Morales'та ғана тексермейміз қазір. Біз бұны тағы да CS2, яғни жаңадан шыққан CS2 ойынында да тексеретін боламыз. И және де бәріміз жақсы көретін GTA 5 ойында тексеретін боламыз. Так, не дейді мынау маған? Чтобы подбросить, нажмите вверх, дейді, оп, басамыз, ұрамыз. Короче, осылай, төбелесіп, біз кімдерді жоятын боламыз. Ойбай. Так, родной, все. В принципе, Miles Morales'ті көрсеттім деп ойлаймын, мынаны ойнай беретін болсаң, қазір ойынына кіріп кетеміз, сол себепті ойнай берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Так, ладно, тағы бірінен ұра салайын. Опана, все, easy. Опанан Q-ді бастырамыз да айналдырып, біреудің басына қадаймыз, болды. Осымен бірінші тест бізде аяқталды деп есептейік жігіттер. Ой, стоп. Оп, все, easy. Мыналарды ұйықтата салайыншы қазір, что-то ғой. Дұрыс ұйықтай алмайтын сияқты мыналарды ұйықтатпасам қазір. Come on, baby. Подбрасывание. Опа. Все, easy-peasy, болды. Менің ойымша болды деп ойлаймын. Давайте енді өзіміздің жақсы көретін, стоп. Өзіміз жақсы көретін GTA 5 әлеміне өтейік жігіттер. Кетіп поехали. Let's go. Ал келесі ойын бізде жігіттер Cyberpunk 2077. Натуре енді действительно ауыр ойындардың бірі. Қараңдаршы қандай зависать етпей, вообще спокойно ойнап отырық мынанша. Атып өлтіріп тастасын болсақ қазір мынаны біздің артымыздан полиция қуалауы мүмкін, бірақ ничего страшного. FPS-ті қараңдар, смело. 80 FPS жігіттер. Мынандай ойында максимальная графика жігіттер. Қараңдаршы, настройка графика қараңдар, бәрі качество, бәрі включено, бәрі высокое жігіттер, көрдіңдер ма? Бүкіл качество высокое, и осы ноутбук бізде бұны спокойно көтеріп тұр мына ойында. Светке қараңдар, свет бәрі идеально, бұлтты қараңдар, бұлт тоже идеально. Так, бәрі әдемі, тень. Ё-моё, полицейскийлар келіп қапты. Жоқ. Мен кінәлі емеспін, өзім аға тиісті десең, е? Так, оқтаулайық. Полицейскийларды газ етіп тастаймыз да. Ай, тоқта. Стопай. Мен кінәлі емеспін. Так, тоқта. Смело 100 FPS жігіттер плюс, 100 FPS плюс. Бұның бәрі неге дейтін болсыңдар, өйткені бұл Ryzen 7 6800H процессорының действительно мықтылығы жігіттер, көрдіңдер ма? Бұндай ноутбукқа, бұндай ойынды көтеру деген ол әжептәуір негізі нәрсе. Действительно әжептәуір нәрсе, көрдіңдер ма? Так, қалай неге шығушы бұл жерде? Так, далее. Бұлай да атуға болады екен, оны мен бұл ойында особо қатты ойнамаған, бірақ мощный екен. Так, бізге керек от третьего лица қоя аламыз ба біз наны? Ой, ё-моё, не бастын, картан бастаппын ғой. Так, от третьего лица қоюға болады, бірақ дегенмен енді қалай екен білмеймін мына ойында. Ё-моё, бізді аударып алды жігіттер. Так, қараңдар, аударғанның өзінде де бізде 70 кадр смело жігіттер. Тығыламыз. Ешкім жоқ па артымызда? Так. Ох-ё, хитрость, хедшот, деточка, хедшот. Ай, давай, гасись. Все. Нормально, жігіттер, стрессовый ситуация бізде. Айттым ғой жаңа роликтің басында, стрессовый ситуацияда бұл ноутбук өз-өзін қалай көрсетеді деп, бұл ноутбук өз-өзін керемет көрсетіп жатыр. AMD-ның мықтылығы жігіттер соншалықты, бұл ноутбук осылай стрессовый ситуацияда. Ух, ё-моё. Так, стопай, стрессовый ситуация бізде действительно жігіттер. Ё-моё, жоқ, кто-то қаш. Блин, сталып қалдым. Жігіттер, қараңдар, стрессовый ситуацияда 80 FPS
уже 500 десең, мощный, в общем, жігіттер, мощный базар жоқ, дерзкий, в общем, ноутбук екен. Енді действительно қазір AMD бізде уже рынокты жаулап жатқаны бекер емес жігіттер. Контрольный точкадан біз возрождение жасадық. Киберпанк ойыны GTA-ға өтем деп едім, GTA-ны мен толықтай жазылмапты, сол себепті Киберпанкқа кірдім жігіттер. Енді Киберпанкты көтерген ойын GTA 5-ті вообще ешқандай ойланбай көтере береді. Кепкаңыз базар жоқ екен. Так, қайсысы мынан алайықта біреу тарантитик, тұтыш, ах, ё-мо, қақ бет, ах, блин, ладно, жарайды, іштен кетпейді. Так, кеш сен кеш хотя бы, пикап, брат, денең квадрат. Стоять! Ойбай, кім атып жатыр? Банда жабылып жатыр. Тоқта, братишка, все. Стопы. Так, бір көлікті алып тарантиттің деп еді, ё-мо, FPS-ті стресс ситуация тағы да бір тексеріп жібергім келеді. Опа, міне, өзі де келе жатыр ғой, өзі. Блин! Оғым бітіп маңғыш, іздегенің алдыңдан іздемей табылар дейді, ладно. Көріп отырсыңдар жігіттер, смело, FPS смело көтеріп тұр жігіттер, мощный ноутбук екені тағы да көз жетіп тұр. Ладно жігіттер, не дейміз енді? Бұл оймен бәрі түсінікті, смело көтеріп тұр. Киберпанкты көтерген ноутбук енді действительно уже дальше любой ойынды көтере береді деген ой. Так, мына жақта мынау дайын тұр ғой. Өзім осыған ақ кіре салмайын ба? Камон! Аш есікті. Так, қазір бір екі рет тарантит жіберейік. Так, 80 кадр жігіттер, 99, 100. Давай, родной. Тарантитеміз кімді? Жана, полицейскийлер жоқ беді. Ойбай, ё-моё, камон, бейби. Давай на машина тарантит. На, тарантитеміз, ё-моё. На, атамыз, ё-мо, чё там? В общем, жігіттер, осындай керемет ойын тесті жігіттер. Енді біз ең су жаңа шыққан CS2-ні көрейік, сонымен бәрі белгілі болады деген ойдамын. Так, стопы. Мына мен атсам дейді. Come on, baby. Мен мына мотоциклға отырып CS2-нің все отырды. CS2-нің тестіне қарай өте берейін жігіттер. Высокий качествода Киберпанк еш ойланбай AMD Ryzen 7 6800H процессоры смело көтеріп тұр. Базар жоқ. Келесі CS2 ойынына өтеміз. Кет. Ал жігіттер, бізде келесі кезектегі CS2, яғни Counter-Strike 2 ойыны өздерің көріп отырсыңдар. Мен қазір ойнап, братла, сразу озвучка істеп жатырмын. Маған сәл қиындау болып жатыр, бірақ дегенмен енді ештен кетпейді. FPS-ті байқаңдар. 140-160 FPS жігіттер. Стабильно. Масқара 190, 200-ге дейін барып 200-ден асып жатыр жігіттер. Мынау енді топчик натуре. Мен Wi-Fi мен отырмын, сәл пингім жоғары болып тұр. Бірақ ештен кетпейді. Бізде главный игровой процессті көріп жатырмыз. Так, қараңдар. Ой, ё-моё, 170 FPS жігіттер, стабильно 100+, в общем, бір сөзбен айтқанда. Керемет, вообще жаңа ойынға бұл ноутбук өзі ойланбай көтеріп, керемет, в общем, ойналып жатыр. Так, ал несін көрсететін болсам қазір, настройкасын көрсетіп өтейін. Так, тығылып қалу керек. Ё-мо, come on, baby. Все, так, қазір тығылып қалайын. Настройканы ашып өтетін болсақ, бізде бәрі высокий жігіттер, бәрі высокий, максимальный качествода, мені уже интерп сапты. Так, и және сендерге кішігірім геймплей и жаңа новый мощный скилл деген екенін көрсетіп жіберейін жігіттер, Қараңдар, келе жатыр алыстан дробашпен бәм тетеміз да, диглды алып аламыз да, қолға сразу и диглмен хедшот қоямыз. Хедшот, прицел что-то не то. Хедшот, деточка, хедшот, арттан, все, арттан өлтіріп кетті, сол себепті хедшот қоймай қалдым. Ладно, бізге хедшот не столь важно, дейді ғой, бізге важно FPS. Бұл FPS-ті бізге AMD предоставлять етіп жатыр, көріп отырсыңдар. Қандай мощный екен, блин! Қандай мощный ноутбук жігіттер, бұндай керемет ойбай характеристикамен, керемет процессормен, осындай мощный бізге FPS-ті беріп отыр жігіттер. Ё-моё, ай, тоқта. Come on, baby, come on. Хедшот, деточка. Хедшот тастап жүргесің. Come on. Блин, Так, давайте битик. Тест жасап көрейік. Мен қазір запись сейчас көрейін. Запись жазған кезде бұл өз-өзін қалай көрсетеді. Так, 130 FPS жігіттер, запись кетті бізде. 125 FPS записпен жігіттер. Ё-моё. Это в натуре нифигово, вот тема, дейді ғой бір сөз айтқанда. 100 FPS плюс 150 FPS жігіттер. Прям мен қазір запись жазып отырмын, өздерің көріп отырсыңдар, запись запущена деп шықты. Программада монтаждайтын боламыз. Менде пинг секіріп жатыр, ё-мо, жестко пинг секіріп жатыр. Ничего страшного. Come on, baby. Еще раз. Все, easy. Easy peasy. Ой. Come on. Все.
ой, вообще изи мен, вообще скилловый екен. Қазір осы записьті, осы қазір программамен монтаждайтын боламыз өз уақыты келген кезде, и және де рендер жасап, тест жасап көретін боламыз. Бұл процессор бізге қанша уақытта тезсіз рендер етіп беретінін. Так, мінекей осындай жігіттер, керемет бізде осындай ойын тесті, стрессовый ситуацияда көрдіңдер өз-өзін қалай бұл ноутбук ұстаған және қандай FPS-пен өз-өзін стабильно көрсетіп отқанын. И осындай ноутбукпен натуре спокойно блогерда болуға болады, немесе графикалық жұмыстармен де жұмыс істеуге болады. В общем, изи жігіттер, былайша айтқанда. Камон, ой, ё-моё. Мінекей жігіттер осындай, в общем. Керемет ноутбук AMD Ryzen 7 6800H версиясы, мощный, сочный, дерзкий как пуля, резкий. Все. Осымен тоқтатайық осы жерде ойын тестін жігіттер. Өз-өзін мықты көрсетті бұл ноутбук, стабильный. Бізде FPS 165 болып тұр қазір. Мощный жігіттер, бір сөзбен айтқанда. Ал жалғастырамыз, обзорға өтейік. Қазіргі таңда AMD уже ноутбуктардың бәрін жаулай бастады. Өйткені көптеген өндірушілер және модельдер AMD процессорын пайдаланады. Сондықтан мен ноутбуктың брендіне немесе моделіне особо назар аудармаймын. Сен ноутбук алатын болсаң, басқа бренд ал, мүлдем бұл ноутбуктан, немесе басқа моделін ал, бренд емес болса да. Ең бастысы Ryzen 6000 сериялы процессоры капоттың астында болу керек қой. Сен фук келдің, аштың под капотом Ryzen 6000 серия тұр, болды, смело сендерге ойындардағы тұрақтылыққа сол кезде ғана кепіл беріледі, родной. Қазіргі таңда статистикаға сәйкес көптеген адамдарда 5-7 жыл бұрынғы ноутбуктер, родной. Яғни біздің қазақтар қандай? Бір рет алатта болды, өмір бақи сол ноутбук ұстап жүреді, пока ол жаны өшіп кетпеген дейінші. Мына ноутбук жігіттер, осындай Ryzen'ның процессоры арқылы керемет сендерге смело келесі 5 жыл бойы спокойно ұстайтын боласыңдар. Өйткені бұл өте мощный ноутбук. Осындай темірмен кез келген ойыншыға компьютер ресурстарын қажет ететін ойындар әлеміне қол жетімді, родной. Қазір біз братец графикалық программалармен бұл ноутбукты тестировать ететін боламыз. Кеттік. Так, жігіттер, мен қазір примерно нарезка жасадым жаңа түсірген видеодан. Енді қазір Premiere Pro'дан мен яғни өзім ютубер болғаннан кейін мен ойын түсіремін, ойын контентін және де ойын контентін монтаждап салам. Сол себепті маған именно осы Premiere Pro'мен жұмыс істеген өте ыңғайлы, және де осы Premiere Pro'ны қалай бұл примерно 10 минуттық видео, 10 минут 18 секундтық видеоны қанша уақытта рендер ететіні маған өте қызық. Сол себепті мен қазір Premiere Pro программасында, яғни өте премиальный мықты программада қазір өзімнің түсірген, осы ноутбукпен түсірген видеоны рендер жасап көретін боламын. Так, high bitrate, мына match score, adaptive high bitrate, яғни самый высокий качествода рендер ететін боламыз. Так, бізде 3 гигабайт вес ететін болады екен бұл файл, және де весь источник. Так, и көреміз, так, видеода бізде Full HD форматта монтаждайды, және де 60 кадрмен монтаждайтын болады. Так, атын жазып қоямыз, Counter-Strike деп CS2 деп. Ал кеттік ал. Экспортты басамыз и... Ё-майо, қарандаршы жігіттерінен, қарандар. 1 минут 37 секунд, а видео болса 10 минуттық видео, 10 минут 18 секунд. Мына процессор шынымен де өте тез монтаждайтын процессор екен, яғни егер де сен шығармашылық адам болатын болсаң, саған мына ноутбук шынымен де өзінің пайдасын қатты алып келеді екен. Көріп отырсыңдар, 10 минуттық видеоны 1 минут уже почти, яғни в общей сложности где-то 2 минуттай саған 10 минуттық видеоны рендер етіп береді. Мен как монтажер ретінде өзім, яғни түсіріп өзім монтаж жасайтын адамға бұл өте тез, прям действительно тез жігіттер. Ноутбук еш қиналмай, шынымен де 10 минуттық видеоны какой-то бір 2 минуттың ішіне рендер етіп шығарып береді. Яғни үлкен ПК-ларда смело үлкен ПК-мен, яғни стационарлық компьютермен конкурировать етеді. Қараңдаршы, кішкентай ғана зат, ноутбук, бірақ дегенмен де өте тез монтаждайды жігіттер. Өздерің көріп отырсыңдар, результат на лицо дейді ғой, результат действительно на лицо. 10 минуттық видео жігіттер, мінекей, мына жерде жазылып тұр, 10 минуттық видео.
Базар жоқ жігіттер. Ал не дейміз енді? Обзорға өтейік, өздерің көріңдер, рендер мощный екен. Все, кеттік, поехали. Let's go. Бұл процессор бұрын тек стационарлық ПК-дан ғана талап ете алатын тапсырмаларды өте жақсы орындайды. Оның керемет өнімділігі мен техникалық сипаттамалары оны өнімділікке айтарлықтай әсер ететін қуатты машинаны қалайтын мамандар үшін тамаша таңдау. Сонымен бұл ноутбукта маған тағы не ұнады? 4 динамиктен тұратын ноутбуктың кіріктірілген динамик жүйесі Dolby Atmos технологиясына негізделген 5.1.2 арналы иммерсивті дыбыстық эффект жасай алады. Бұл экранда болып жатқан оқиғаларға толықтай кіруге, енуге мүмкіндігін беретін керемет динамик жүйесі. Дисплей қақпағындағы агрессивті кесектер корпустың ішінде жасырылған тоқтаусыз қуатты еске түсіреді. Ал Armor Caps сәндік төсеніштер бұл ноутбукке жеке тұлға беруге мүмкіндік береді. Түрлі түсті ауры артқы жарығы, жарқыраған металл рок логотипі, оптикалық механикалық пернетақтаның артқы жарығы, жарық диодты шамдардың көбеюі бар жарықтандыру жолағы және дисплей астындағы аймақты қосымша жарықтандыру. Мұндай ноутбукпен көзге түспей точно жүре алмайсыңдар. Ноутбукты қайта зарядтауды сыртқы батареялардан USB-C коннекторлар арқылы жүзеге асыруға болады. Веб-сайттарды қарау немесе бейнелерді тарату сияқты қарапайым күнделікті тапсырмаларды орындау үшін 100 Вт зарядтағыш жеткілікті. Және де онымен саяхаттау әлде қайда оңайырақ болады. Мінекей жігіттер, осындай бізде керемет ноутбук. Бұл ноутбукпен сендер смело шаруашылық жобалармен еш қиындықсыз жұмыс істей аласыңдар. Ағынды хабарды ұйымдастыра аласыңдар. Және де қай жерде, кез келген жерде болса да кез келген затты бұл ноутбукпен істей бересіңдер. 6-шы сериялы процессордың өнімділігі айтарлықтай өсті. Автономия бойынша AMD әрқашанда көшбасшы болды. Бірақ қазір олардан да күшті ядролардың әр түрлі түрлері жоқ. Және қуат жүйесін бәрі дұрыс таратады. Процессор ноутбуктың ең негізгі компоненттерінің бірі екенін ұмытпаймыз жеге, және оны таңдау жалпы өнімділікті айтарлықтай өсіруге көмегін тигізетін знания дейді ғой жігіттер. Сол себепті бұл ролик арнайы сендер үшін арналып жатыр, және де осы керемет процессор үшін арналып жатыр. Егер сіз блогерлық жұмыспен айналыссаңыз, немесе графикалық жұмыспен айналысатын болсаңыз, Ryzen 7 6800H сияқты қуатты процессорды таңдап ноутбукты пайдалануға қанағаттануды айтарлықтай арттырады жігіттер. Ryzen 7 6800H сияқты қуатты процессорды таңдау ноутбугымен пайдалануды қанағаттанудан айтарлықтай арттырады. Сипаттамада барлық сілтемелер бар жігіттер, как всегда. Менің ойымша, енді сендер өздеріңе не керек екенін нақты білесіңдер бұл видеодан кейін. Сендермен әдеттегідей болған мен Эдди. Келесі кездескенше сау саламатты болыңдар жігіттер. Пока. Ал мен болсам ойынды жалғастырып, пытырлатып, до конца бітіруге стараться ететін боламын. Все, жігіттер, мен оралдым, короче, давайте, кеттік, поехали, let's go. Что там, қай жерден тоқтадым?